Кеттік. Жанармен бірге ағылшынды бастайық. Бүгінгі 10-шы сабағымыздың тақырыбы S және IES. Оны қай кезде қолданамыз? Үйренейік. Қарап отырғандарыңыздай, көпше түрде, яғни S, IS бұл бізде көпше түрде. Зат есімге жалғайды. Егер сөз бір буыннан болатын болса, мысалы boy дегенде, Y деген әріптен аяқтап тұр, бір буын болғандықтан жай ғана S жалғаймыз. Яғни ұлдар. Той десе ойыншық аудармасы, toys десе ойыншықтар. Яғни бір буын болып тұр. Boy, toy. Ал мына жерге қарайтын болсақ, IES. Яғни 2 немесе 3 одан да көп буыннан тұратын болса сөздер, Y-дан аяқталатын жағдайда IES жалғаймыз. Мысалы, city қала, cities қалалар, country ел, countries елдер. Барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын.